Армысыздар ма, есен сау амансыздар ма? Ырзық пен ырыс. Қазақ сөзінің грамматикасында түбір сөз өзгеріссіз сақталады. Сондықтан әрбір буынның өз алдына дербес мағынаға ие болғаны жөнінде ой айтуға болады. Қазақ сөздерінің басым бөлігі екі не одан көп түбірдің өзара сабақтасуынан құралады. Буындардан дұрыс сөз құрылса, адамға дәрі қабылдап емделудің де қажеті жоқ. Себебі сөздің өзі табиғатпен үндесіп тұрып, адамды өзі сөйлеген толқынмен өзін емдейді. Адам сөйлеген кезде пайда болатын дыбыстық тербелістің шамамен 80% өз бойында қалып, тек 20% ғана сыртқы кеңістікке таралады. Сондықтан сөздің қуаты алдымен оны айтқан адамның өзіне әсер етеді. Зерттеуде қарастырып отырғанымыздай, сөзді буынға бөліп, лексикалық мағынасы мен этимологиясын зерделей отырып, мән мағыналық қуатын қайыру көзделді. Мысалы, ырзық пен ырыс. Ырзық, ыр-ыс, үш түбірден құралған сөз. Ыр ұйқас, нақыс, ыс үнемі тоқтамайтын әуен. Қамдану. Ырзық дегеніміз, адамның өмір қозғалысына араласып, әрекет етіп, қамдануы арқылы келетін несібе. Ырзық өздігінен келмейді, ол еңбекпен табылады, ізденіспен толығады. Қозғалыс тоқтаған жерде ырзық та кемейді, ал еңбегімен қамы қатар жүрген жанның несібесі артады. Демек, ырзықтың мәні үздіксіз әрекетпен алдын ала қамданудың нәтижесінде келетін береке мен несібе. Ырыс. Ырғақ, үйлесім, ұйқасым. Іс, от. Ырыс адамның талайына жазылған, бұйырған несібе, қуат, өмірлік береке мен ішкі оты. Ыс абы жоқ, ұяты жоқ, оты жоқ деген мағынада айтылған. Ысқырма, отты үрлеме дегені. Ырыссыз адам болмайды, ырыс туа беріледі. Ырыс ысылады, таусылады. Ырысалды ынтымақ деген мақал бар. Адамның екі байлығы болады. Бірі ырыс, екіншісі ырзық. Жаратылыста бүкіл тіршілік атаулының өлшеулі ырысы бар. Атанаң, балаң, отаның, тілің, мәдениет, денсаулық, отбасындағы татулық, елдегі тыныштық бәрі ырысқа жатады. Ырыс – рухани байлық. Оны бұл өмірде таңдамайды. Қазақ әр бала өз несібесімен ырысымен туылады, егіз лаққа. Айыр жусан дейді. Бұл дүниеге келген әр адамның осы өмірден алар өз үлесі бар, өзіне тиесілісі бар дегені. Дарыған ырыс біреуде мол, біреуде кемшін. Ол бұрынғы өмірден келген қарымтана, яғни қармағына байланысты дейді. Барымтаға қарымта деген сөз соған байланысты айтылған. Бүгінгі күні дарыған ырысың өткен өміріңнен қайтқан қарымтаң. Отбасында бір адамға ғана ырзық беріледі деген ұғым бар. Қазақ бар байлығын кенжесіне қалдырады, ол дайын дүниеге ие болмақ. Ал әкесінің бар ауыртпалығын, қаталдығын да көрген, жанында жүрген тұңғыш емес пе? Әкесін түсінетін, жақсы көретін де сол бала емес пе? Ендеше ырзық үлкенінде болуы тиіс. Үлкендердің аузымен Құдай сөйлейді. Қазақ не үшін үлкенді сыйла, құрметте деген дейсіз? Ол үлкендердегі ырзық көлі өзен болып тасып, барлық туысқандарына жетеді деген ұғым. Байқап қарасаңыз, бір отбасында бір қарымта бұйырған емес пе? Екінші байлық еңбекпен тапқан ырзық, күнкөріс, ішіп жем. Напақа.